12 жасқа толған балаларға арналған. Ассаламу алейкум, ардақты алаш жұрты, қадірменді қазақ елі. Назарларыңызда Маңғыстау телеарнасындағы қазақ ақын сазгерлерінің әндерін насихаттауға арналған сөзбен саз бағдарламасы. Бағдарламаның бүгінгі түсірілімі Қостанай қаласындағы Қостанай телеарнасында жазылып отыр. Ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар. Бүгінгі бағдарламаның кейіпкері, республикаға белгілі хит әндердің авторы, тамаша талантты жас талап, Қостанайдың тумасы Арысбек Бағдәулетұлы. Студияға қош келдіңіз. Қош көрдік. 2013 жылы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің филология факультетіне түсіп, оны 2017 жылы тәмамдады. 2017-2018 жылдар аралығында Маңғыстау облысы Ақтау қаласындағы Маңғыстау медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде журналист болып қызмет атқарса, ал 2019 жылдың қыркүйек айынан бастап Жданов атындағы орта мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарады. Оның әндерін Төреғали Төрәлі, Исали Мұсаев, Роза Әлқожа, Қуандық Рахым, Индира Елемес, Меруерт Түсіпбаева, Толқын тобы, Айсұлу Жак, Марал Ками сияқты қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары орындайды. Арысбек Бағдәулетұлы қазіргі таңда Қостанай қаласында тұрады. Енді өзің жас болғанмен әндерің бүткіл республиканы шарлап жүр. Роза Әлқожа, Төреғали Төрәлі, тағы басқа енді біз білмейтін әншілер. Бірақ әніңізді білеміз де, өзіңіз түріңізді бүгін бірінші рет кездесіп. Енді осыған дейін Ақтау қаласында да бір-екі хабарласқанбыз. Сіздің қызмет бабыңызға байланысты, одан кейін менің қолым тимеуіне байланысты кездесе алмағанбыз. Енді бүгін осы бүткіл әйтеуір аузымыздың жетіп, қолымыздың ұстай алғанына дейінгі осы Торғай мен Қостанайдың арасындағы сазгерлердің басын қостық. Әрине ол сіздің арқаңызда. Рахмет айтып қояйын. Аңсаумен өткен, күніміз өткен, оралмай кетті неліктен. Сен іздеп күлем қоштарлықпенен, еліктірген елікпен. Бақытты болдың өскенім, сезімді сезбедің, алшақ болсақ та, қиял сол шақта. Енді мені сен есіңде сақта. Біз жүрген бақта қалағанымыз боз болғанында өкінем. Жүрегім мұздай таз болғаныма қайта оралма өтінем. Қиял сол шақта, енді мені сен есіңде сақта.
Рахмет. Енді өзіңнің әндеріңді насихаттайық. Бір 50 минут, 1 сағатқа жуық. Алғаш ән жазуға не себеп болды? Ең алғаш Шәмші Қалдаяқовқа Шәмшіні еске алу кеші болып, ол кезде мектепте енді бұрын ән шығарған емеспін. Өлең жазған едім мектеп Шәмші Қалдаяқовқа. Кешке қарай жаңағы өлеңімді келесі күні негізі жай ғана фоновый музыкаға қойып, мәнерлеп оқуым керек болатын. Сол мәнерлеп оқып отырып ем, бір заманда ән келіп жатыр да маған. Сөйтіп, аяқ астынан ән шығардым, ол кезде гитараны да тарта алмайтын да негізі. Сөйтіп, келесі күні инструментсіз осындай алғашқы туындымды Шәмшіні еске алу кешінде кішкентай мектептің табалдырығында солай орындап. Бұл қай класс? 9-шы сынып еді ол кезде. 9-шы класс оқып жүрген кезде үлкен қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқов ән шығардың. Енді осымен келіп әндер жазу үйреніп алдың, өзің өлең сөзін жаза қоясың. Қазіргі таң неше әнің бар? Қазіргі таңда жарыққа шыққан шықпағанымен қосып санағанда бір 100-дің үстінде бар. 100-ге жақындап қалды. 100-ге жақында. Енді тек қана осы өңір емес, республикаға танымалда жұлдыздар орындайтын әндер бар. Енді жалпы өзің ұсынасың ба? Келген кезде сөйлесіп. Енді өзім ұсынам ғой көбінде, өйткені мен әлі кереметтей бір танымал емес бұл. Анау үлкен жұлдыз тәуелді болып, бір сұрайтындай қатты танымал емес. Ондай танымал бола қойған жоқпыз енді. Сондықтан көбінде әрине әрқашанда өзім ұсынам. Студент сазың сұхбатынан кейін міндетті түрде сізге хабарласатын болады әншілер, жұлдыздар. Иншалла. Енді Төреғалиға берген әніңіз тақырыбы қайтамын үйге. Қайтамын үйге. Шынымен біз сияқты таңғы 4-ке дейін, 5-ке дейін қаңғып көшеде жүретін кісілерге, енді мынау үкіметтік жұмысындағы 6:30-да үйіне келіп, ужинды елмен бірге ішетін адамдарға көп тақырыбы келмеуі мүмкін. Бірақ біз сияқты, сен сияқты күнімен түнімен қаңғып, я болмаса вақтымен 15 күн жүретін, я бір өндіріс орындарында кетіп қалатын, болмаса ақын жазушылар енді жүре береміз ғой, сазгерлер, өнерпаздар таңға дейін. Сондай бір үйіңді ұмытып кеткен кездерде адамды бір тәубасына келетін жақсы бір ән болған екен. Шынымен де отан отбасынан басылатын болса, сол отбасыңа келіп бақытты өмір сүргенге жетсін. Енді осындай идея ақыннан болды ма? Төреғалидан болды ма? Әлде өзің осы идеяны? Бұл идея негізінде тың тақырып. Көбісі айтады ғой, қазіргі сазгерлер, ақындар тақырып қуып кетті, пешка қуып кетті, бір ерекше тақырып іздейді деп. Жоқ, біз іздемейміз негізі. Өзіміз келетті, мысалы. Бұл өмірдің алып келгені. Мысалы, менің Әлімжан Әлішер деген ақын жандосым. Шымкенттік. Ақын жандосым Әлімжан Әлішер. Сол екеуміз көптеген жұмыстар жасап жүрміз бірге, көптеген әндер жаздық бірге. Жаңа Құрал Молжанов пен Қайнар Алагөзов сияқты бірге. Болады ғой бір шығармашылық адамдардың бір кәдімгідей бірге жұмыс жасауы байланысты. Сол екеуміз өзі бірге келді екемізге ой. Мен ол кезде КамАЗ жүргізіп жүргім, КамАЗист болып жүргім. Енді 3-4 айда ұзақ жолдарға кетесің. 3-4 айда бір келесің. Үйді ұмытып кетесің. 3-4 айда бір келесің. Келе жатқандағы сезімден ауызбен, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Отбасыңды сағынасың, ерекше сезім. Сонда Әлімжан досыммен сөйлесіп жүрмін ғой, мен осындай жұмыс күнде сөйлесеміз ғой. КамАЗиспен неде жүрмін анда-мында деп. Бір күн Әлімжан айтады маған. Мен андай статусқа салғам ғой Инстаграмда. КамАЗбен жарысып, үйге қарай асығып кетқам. Үйге деп жазып қойғам ғой. Сосын Әлеке маған жазды. Қайтамын. Әлеке, үйге қайтып бараққанда бір тыңдайтын әдемі ән жазып жатық па? Сондай идея келіп екеумізге. Сол Әлімжан күшті қылып жазып берді, ерекше қылып енді. Бірден ән шықты, Бірден ән шықты. Ayak aldı büründürün şurmuzun Kaşayıp kalan Ankara'yı mağan Benim bakatım benim arasın Ayhanı diye Köprünü tüye Ayak aldı büründürün şurmuzun Kaşayıp kalan Ankara'yı mağan Benim bakatım benim arasın Senin bakatın benim arasın
2017-нің соңында шықты бұл негізі. Одан кейін айтып бүйтіп сол Төреғалиға 2019-да ұсындық. Тыңдады. Бірден қалай жібердік, бірден таңдап алды. Кейбір әншілер кейде ойланады ғой, кейбір әндерді. Ойланып көрейік деген сияқты. Бірақ бұл әнді бірден қабыл алды енді. Сен тегін бере салдың, Сыйымыз болды бізден бұл аға. Түнгі төрттағы да таныс бір қоңырау, көтергім келмейді тұтқаны. Сыйымын өтірік ұнаттым жаттанды, десе де жүрекке керек ем. Бейтаныс нөмерлер, бейтаныс хаттарды асығып ашамын неге мен. Мен бұлай мәңгілік жүрмеспін, айтармын сырымды жасырмай. Өзіңмен жолығып қалардай күй кештім, өзімнен аса алмай. Мен бұлай мәңгілік жүрмеспін, айтармын сырымды жасырмай. Өзіңмен жолығып қалардай күй кештім, өзімнен аса алмай. Сырынсыз ғұмырдан сүрініп бар демін, хат жазсам қиялым құрынып. Сезер менендегі жүректің жүргенін, тым ескі хаттарға жылынып. Жылайын кімге айтып сұрайын күндерден, көшелерде тұрал тағы күт. Тым ашу өксікті жолдарын білгенмен, тым тәтті сәттерді сағынып. Мен бұлай мәңгілік жүрмеспін, айтармын сырымды жасырмай. Өзіңмен жолығып қалардай күй кештім, өзімнен аса алмай. Мен бұлай мәңгілік жүрмеспін, айтармын сырымды жасырмай. Өзіңмен жолығып қалардай күй кештім, өзімнен аса алмай. Бұлай жүрмеспін, айтармын жасырмай. Өзіңмен жолығып қалардай күй кештім, өзімнен аса алмай. Мен бұлай мәңгілік жүрмеспін, айтармын сырымды жасырмай. Өзіңмен жолығып қалардай күй кештім, өзімнен аса алмай. Өзіңмен жолығып қалардай күй кештім, өзімнен аса алмай. Енді Роза Әлқожамен араларыңыздағы шығармашылық байланыс туралы айта кетсек. Роза Әлқожаға Жаңбыр әні деген ән ұсындық. Тағы да сөзін жазған Әлімжан Әлішер досым. Ол кісі былай жақсы, күшті, қарапайым адам, жақсы араласамыз. Өнерде де, өмірде де сондай қарапайым адамды сол кісіден үлгі аламыз. Ол әнді тапсырыс берген Роза Әлқожаның өзі ме әлде? Жоқ, біз ұсындық. Әзір бізден эстрада, енді мүлдем әншілер тапсырыс болмайды деп айта алмаймын. Эстрада әншілері әзірге бізге ешқандай жоқ, тапсырыс бергені бар, оны қазір айтам. Бұған дейін эстрада әншілері бізге тапсырыс берген емес, өйткені біле бермейді ғой бізді. Ал енді жаңағы Роза Әлқожа алғаннан кейін барып, анау Ерболат Құдайбергеновтың ата-анасы бар еді, Құдайбергеновтар. Сол кісілер тапсырыс берді бір әнге. Сол кісіге әдемі бір ән шығарып бердік. Алла қаласа жарыққа шығады. Олда да. Келесі тыңдайтын әндеріңіз арнайы маған арналып жазылған екен. Арысбек Бағдаулет деген әніміз. Дала тұман, қала тұман.
деп басталатын бір жаңбырдың астында қиялданып ән салатын қыздың әнін жазған екен. Мен табиғатымды білген шығар. Сөзін жазған қазақтың талантты ақыны Әлімжан Әлішер. Кеттік дала тұман, қала тұман, қала тұрам. Көктемнің бүршігінде шақырады ол өзіне тылсымында, сол бүріндей ғажайып жаңбыр әні жүректің дүрсілінде жүз салғайды бұлттардың қанатына, көрдім бақыт аспанның тарапына. Жаңбыр әні мазалы Енді танымал әннің танымал емес авторы Қостанай қаласында тұрады, иә? Бұрын КамАЗ айдап көлік жүргізген Арысбек бүгінгі күнде мұғалім, иә? Қарапайым ұстаз, дұрыс па? Енді шығармашылық қуып, бір-екі ән хит болғаннан кейін қазіргі ақындар, сазгерлер телефон көтермей бастайды, сосын жаңағы администратор алып бастайды, сосын тағы бір 5-6 айдан кейін хабарласып қалсаң, Астанаға көшіп жатады, Алматыға кетіп баратады. Сенің ойың қалай? Жол Алматы міндетті түрде арманым ғой, бұрыннан бергі Алматы. Дегенмен де бір құрғанда бір 3-4 жыл осы ауылда тұрып, шәкірт тәрбиелеп, мұғалімдік қызметті атқарып кету міндетті түрде, ол менің жоспарымда. Әуелі ақырындап жақсы ұстаз болу керек. Жақсы ұстаздан шәкірт озат дейді ғой, керемет шәкірт дайындасақ. Алматыға кетіп қалған күнде де өзімнің артымда ауылымда жалғастыратын адам болу керек дейсің. Болу керек, дұрыс айтасыз.
Қалшы құшағымда сезінші, жалғыздықтың құшағынан аралап. Құшақтайын бұл құшақта, еркелеші көзілші, тағдырымыз мұңлы шақта, бір бақытты сезінші. Құшақтайын бұл құшақта, еркелеші көзілші, тағдырымыз мұңлы шақта, бір бақытты сезінші. Құшақтайын бұл құшақта, еркелеші көзілші, тағдырымыз мұңлы шақта, бір бақытты сезінші. Құшақтайын бұл құшақта, еркелеші көзілші, тағдырымыз мұңлы шақта, бір бақытты сезінші. Енді өзің ұстазсың ғой, бір балалар тақырыбында ән жазу ойыңда бар ма? Мектеп оқушыларына арнап шығарған әнім бар, мектебім деген. Орындаушысың? Әлі жарыққа ешкімге ұсынған жоқ. Мынау әндерің таныла бастағаннан кейін қазір ютубты, гуглды ашқан кезде қайтамын үйге, я болмаса жаңа бір әні деп бассам, сенің атың шығып бастайды. Яғни танымалдықтың алғашқы баспалдақтары басталды деп айта беруге болады. Мүмкін солай шығар. Енді осы әндердің авторлық құқы қорғалған ба? Тіркелдің бе? Өкінішке орай әлі қорғаған жоқпыз. Сол бұйырса осы мәселемен жаза енді бізде демалыс уақыты болады, бір 2 айдай. Сол 2 айда барып барлық әндерімді тіркеп қайту ойда бар, авторлық құқық бойынша. Хабарласып. Өнердегі ұстазың кім? Өнердегі ұстазым Ақылбек Шаяхметов ағам. Ол кісінің ең алғаш Ақын ағамыз. Мектеп қабырғасында жүргенде келіп өзі бір бадасын беріп кеткен. Ол кезде мен сазгер емес, ақындық жолда жүрдім, өлең жазып, сол кісіге еліктеп. Өнердегі ең бірінші ұстазым Ақылбек Шаяхметов. Ол кісі университет қабырғасында жүргенде де ақылын айтып жүрді. Ол кісімен айтпақшы, өмір деген бір өлеңін берген маған, ән шығар деп. Оған да ән шықты, Алла қаласа. Секен Майғазиевтің інісі Раман Майғазиев жарыққа шығарады. Ақылбек Шаяхметов, қуаныш жаңалық. Енді билікті беріп қойса, үйіп төгіп ақшаңды алдыңа қойса, қандай мақсатқа жұмсар еді? Қазақтың руханиятына жұмсар едім. Мысалы біз шетелден, мен қазіргі таңда қазақтың руханияты, қазақтың ол шетте қалып қоймау керек. Біз шетелге, басқа елге, біз басқа затпен, бір өндіріспен, басқа бірдеңемен таңғалдыра алмаймыз. Біз шетелді өзіміздің руханиятымызбен, өнерімізбен, қазақы тәрбиемізбен, имандылығымызбен айтып жатсақ, үлкен руханият деген бір сөзі, қазақтың руханияты деген бір сөздің астында қаншама тақырып жатыр ғой. Димаштың домбырамен шыққан сияқты, иә, қаншама тақырып жатыр. Сол кезде таңғалып тұр ғой. Басқа эстрадамен айтсаң, оны ешкім американ таба алмайды. Дұрыс айтасыз. Міне қазақтың осы бір қарапайым қасиетін, қарапайым рухани байлығын көрсету, дамыту, сол жолға жұмсар едім. Жоғалтпау, сол жолға жұмсар едім. Енді біздің бағдарламаға келіп, осы жалпы Тобыл, Торғай өңіріндегі, Қостанай қаласындағы, Арқалық қаласындағы сазгерлермен сұхбат жасауға мүмкіндік беріп, телеарнамен келістіріп, барлық осы күтіп алу, түгел қызметті осы өнер жолында, осы өңірдің сазгерлерін сәлде болса танымал етуге, эфирге қаттап, архивке жазуға, жарнама жасауға ықпал еткенің үшін тағы да рахмет. Алдағы уақытта да творчестволық табыстар тілейміз. Республикаға белгілі, әлемге белгілі мега жұлдыздар әніңді орындай берсін. Ал сен ауылда қалып қойма, Алматы мен Астанада үлкен өнер ордаларында кездесейік деген тілекпен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Құрметті телекөрермендер, Арысбек Бағдәулетұлының әндерін насихаттауға арналған сөз бен саз бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Бізге қолдау көрсеткен Қостанай телеарнасының ұжымына және басшылығына алғыс білдіреміз. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.